Хан мен құмырсқалар. Баяғы заманда бір хан өтіпті. Өзін өзі әлемдегі асқан ақыл парасатты ділмәр адам санайды екен. Бір күні хан қалың нөкерін шұбыртып саятқа шығуға әзірленеді. Жан жаққа жаршы хабаршылар шаптырыпты. Құрт құмырсқа, кішкене жәндіктерге айтыңдар, 10 күнге дейін індерінен шықпасын. Әйтпесе біздің аттарымыз таптап өлтіреді деген хабар таратыпты. Бұл хабарды естіген соң сақ жәндіктер індеріне тығылыпты. Ал құмырсқалар болса, әлгі ханды өз ауылдарына бір қондырып сый-сияпат көрсетпек болады. Хан қалың қолмен аңға шығады. Келе жатып, құмырсқалардың жол тосып, топтасып тұрғанын көреді. Құмырсқалардың бәрі ініне тығылсын деп хабар берілмеп пе еді. Бұл не қылған шоғыр дейді хан. Нөкерлері де таңданып қалады. Таяп келген соң хан құмырсқа патшасын шақыртып алып жөн сұрайды. Топталып жолда тұрғандарың қалай? Тәқсір деп сонда құмырсқалар патшасы. Сізді жолай біздің ауылға бір күн түнеп, сый-сияпатымызды көрер ме екен деп алдыңыздан шығып тосып тұр едік. Хан бұған таңырқай тұрып, мысқылдай күледі. Ей, ақымақтарым-ай, ойласаңдар етті. Біз түнеп ақ шығайық. Сонда осыншам адам мен ат көліктердің ішіп жемін қайдан тауып бересіңдер? Соны ойладыңдар ма? Ол жағынан қам жемеңіз тақсыр депті құмырсқалар патшасы. Көп біріксе көл емес пе? Еңбегімізбен ерді сыйлаймыз. Мұны естіген хан, ырыздығын құдайдан десек, сөзіне тоқтар едім депті шалқақтап. Бірақ сөз таппадың. Осыншама адам мен ат көлікті еңбегіңмен қалай тойдырар екенсің? Тақсыр аттан түсіңіздер депті құмырсқалар патшасы. Егер сіздерге ас тағам қамдай алмасақ, мен айыпты болайын. Мұны қызық көрген хан күле тұрып, мейлі, онда. Қарық қылғаныңды көрелік деп, бір қонып аттануға көніпті. Сөйтіп құмырсқалар патшасы хан мен оның нөкерлерін арнайы әзірлеп қойған шатырларға бастап алып келіпті. Ат көліктерін қора-қораға орналастырыпты. Содан кейін құмырсқалар патшасы барлық құмырсқа таулыға әрқайсысы бір-бір түйеден наны күндісін, бір-бір бас сұлы, бір-бір сабақтан жабайы жоңышқа алып келуге әмір беріпті. Құмырсқалар өз патшасының жарлығын орындау үшін жан-жаққа тарап кетеді, бірінің соңынан бірі кері орала бастайды. Біраздан кейін нан сұлы, жоңышқа төбе-төбе болып үйіліп қалады. Оған қонақтардың ат көлігі сылқия тояды. Мұны көрген хан қайран қалады. Өзінің ақылы жетпей, ұтылған іштей сезетті. Құмырсқалар патшасын қалайда бір сүріндірудің амалын ойлайды. Ей, құмырсқалар патшасы, сенің басың неге сонша үлкен деп сұрайды. Ақылымыздың молдығы шығар тақсыр деп жауап береді құмырсқалар патшасы. Ал белің неге қылдырықтай дейді хан кекесіменен. Бұған да құмырсқалар патшасы байсалды жауап қайырады. Аса ауыр жұмыстарды атқарар кезде белімізді тас қып буып аламыз. Бүгін сізге аса зор сый-сияпат көрсетуіміз керек. Сондықтан белімізді мықтап буып алғанбыз. Беліміздің тым қылдырықтай көрінуі содан шығар. Хан құмырсқаның тапқырлығына таң тамаша қалады. Одан әрі не сұрарын білмей ойға шомады. Сонда уәзірі, тақсыр, ақылыңыз дариядай еді, қисынды сөзді қардай боратушы едіңіз. Құмырсқалар патшасына басқа айтарыңыздың болмағаны ма депті ханның көңілін аулап. Жүйелі сөзге жетесіз таласат депті хан басын иіп. Мен тоқтадым. Хан үн-түнсіз түрегеліп, аңға да шықпастан үйіне қайтып кетіп.